Сәлем оқырмандар, бүгін сіздермен жет нан дайындайтын боламыз. Бірінші кезекте жылы сүтті ыдысқа құйып, оның үстінен жұмыртқа және дәміне қарай тұз, қант саламыз. Және бізге керегінше күнбағыс майын құйып, ішіндегі тұз, қант ерігенге дейін барлығын жақсылап араластырып аламыз. Біз пайдаланатын өнімдердің барлығы бөлме температурасында болу керек, ал сүтіміз жылыдан жоғары болу керек. Себебі осылай араластырып жатқанда нан иленгенге дейін ол салқындап қалады, ал сүтіміз салқын болған жағдайда шелпек, яғни біз пісіріп жатқан нанымыз өте қатты болып қалуы мүмкін. Енді ұнды шетінен салып отырып, осылай бір келкі күлше дайындайтын боламыз. Ұнды шетінен салыңыз, себебі ұны көп болып кетсе, өте қатты болып қалады. Бізде осындай жұмсақ және осылай илеген кезде қамырымыз жылы болып тұруы керек. Дайын болған күлшені бір 20 минутқа демалдырып қоямыз. Оның ішіндегі түйіршіктері барлығы бір қалыпты болып жұмсару керек. Наныңызды демалуға қойған кезде 20 минут тұрады. 10 минуттан кейін міндетті түрде оны бір илеп қойсаңыз, өте жақсы болып июы қанады. Міне 20 минут өтті, одан кейін осылай бөліктерге бөліп, одан кішкентай күлшелер дайындадым. Осы күлшелерді бірден жайып, жет нанымызды жасауға кірісетін боламыз. Өзіңіз қалағандай етіп бөліктерге бөліп, сізде наныңыздың көлеміне қарай осылай дөңгелектер дайындап алыңыз. Және бір 5-7 минут аралығына демалуға бетін сүлгімен жауып, осылай қойып қоямыз. Уақыт өткеннен кейін шетінен алып, басқа нандардың бетін міндетті түрде жауып қойыңыз, ол себебі желге кеуіп кетуі мүмкін. Және осылай барлығын бір келкетіп жайып аламыз. Міне біздің нанымыз дайын болды, жайып болдық. Енді шетінен қызып тұрған майда пісіреміз. Майыңыз міндетті түрде қатты қызып тұрсын. Қызбаған майға нанды салған жағдайда майдың барлығын біздің нанымыз бойына сіңіріп алып, ол өте майлы және қатты болып тапталып қалуы мүмкін. Міне айналдырып отырып, осылай пісіріп алып, енді келесі бетін пісіреміз. Наныңыздың қаншалықты қызарғаны ол өз қалауыңызша. Ақшыл етіп пісірсеңіз де ол шикі болмайды, және одан қатты қызартсаңыз да еш нәрсе етпейді. Сіздерге ұсынып отырған бұл рецепт, бұл өте тез дайындалатын рецепт, яғни ешқандай ашуды, дрожжды қажет етпейді. Шамамен бір жарты сағаттың ішінде тез дайындап дастарханға ұсынсаңыздар болады. Бұл өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Уайымдамай дайындай берсеңіздер болады. Сіздермен болған Айкерім. Назарларыңызға көп рахмет. Арнаға жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар.